Жыл сайын тамыз айының 3-ші жексенбісінде елімізде спорт күні. Спорт денсаулық кепілі. Келесі сюжетіміз спорттегі жанның саулығы үшін ғана емес, өмірлік ұстаным, жетістікке жету жол деп бағамдайтын әлем чемпионы жайында болмақ. Боз кілемде белдескеннің жауырынын жерге тигізбей қоймайтын спорт саңлағының бірі Айдос Ғалымов. Күрескенде кіл мықтылардың мысын басқан теңдессіз тактикасымен шың шеберлердің өзін шалып шалқасынан түсірген жаңарқаның жасындай жарқыраған оғланмен әріптесім Мақсат Мұхитұлы жүздесті. Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда дүниеге келген Айдос Ғалымов Жаңарқа ауданының тумасы. Жастайынан Талғат Бүйткөзов, Тиханбай Байшолақов ағаларынан үлгі алып өскен. Бүгінде қазақ күресінен әлем чемпионы. 2015 жылға дейін жеңіл салмақта қарсыластарын шақ келтірмей, Еуразия барысында да өзіндік қолтаңбасын қалдырып үлгерген. Грузия, Австрия, Норвегия, Франция, Ирландия, Германия секілді елдердің мықты боз кілемшілерінің жауырынын жер ескерткен тәжірибелі спортшы. Спортқа өзім 7 жасымда келгем, ең алғаш рет әкем алып барған. Содан бері осы уақытқа шейін 21 жыл болды дайындалып жүрік. Салмақта 3-ші орынға, жүлделі 3-ші орын алдым. Қазіргі мақсатымыз қазір оқу жаттығу жиындары болып жатыр, көптеген дайындық үстіндеміз. Айдос Ғалымов Өзбекстан елінде өткен Азия чемпионатының да жеңімпазы. Самбо күресінде қоржынды медальге толтырған спортшы уақыт өте келе дзюдоға ауысып та талай мықтының алдын ораған. Ал 2015 жылдан қазақ күресінен 82 келіге ауысқан. Осы салмақта сол жылдан бері талай шыңды бағындырып жүр. Қазіргі осы тәуелсіздік алған жылдардан бастап қазақ күресі өте қарқынды дамуда. Қазақ күресінің өте белсенді қарқынды дамуда десек болады. Еуразия барысы, әлем барысы, Қазақстан барысы, тұңғыш президенттің жүлдесі үшін өтіп жатқан жарыстар көптеген мемлекеттерде қызығушылық танытуда. Бұл деген қазақ күресінің әлемдік деңгейде жақсы насихатталуда деген сөз. Тәуелсіз елдің ұланы Айдос Ғалымовтың бүгінгі бапкері Мақсат Ахметбеков. Жүздеген спортшының қанатын қатайтып, қарым-қабілетін арттыра түскен жаттықтырушы шәкіртінің алар асуы алда дейді. Облысымызда жақсы дамыған, бұған дейін де әлем чемпионы болған, Азия чемпиондары, әлем кубогының иегерлері спортшыларымыз көп. Енді осы тәуелсіздігіміздің арқасында осы ұлттық спортымыз, осы қазақ күресіне деген көңіл бөлушілік көп болып жатыр. Әлем чемпионы Айдос Ғалымовты телеарнамыздың Саржайлау кинотеатрымен ынтымақтаса ұйымдастырған біз тәуелсіздік ұрпақтары атты шығармашылық жобасы аясында назарларыңызға ұсындық. Алдағы күндерде ел намысын қорғап, көк туымызды желбіретіп жүрген спортшылар мен еңбек адамдарын таныта түспекпіз. Мақсат Бейсенаев, Жайнат Жақсыбаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.